үзээд надад гараад. Hey what's up dostlar, всем привет. Мен Нүридин. Бүгінгі видео бізде өте қызықты видео болады достар. Бүгінгі видеода мен туралы 10 факт жайлататын болған осындай видео түсірген, бірақ ол да достар вообще бөлек зат түсірген, бөлек жайлат. Қазір бізде жаңа факттер түсті және бұл мен туралы бір түрлі факттердің бірі болайын деп тұр. Мен туралы керемет деген факттер қызық болады деген ойдамын. Әрине қызық емес болса видеоға лайк қойып шығып кетсеңіз де болады, ал жай шығып кетуге болмайды, тек қана лайк қойып шығып кетуге болады. Так что достар, кеттік ендеше. Па-па. Бірінші факт, достар, көбісі сұрайды, неге сен WhatsApp дейсің, неге WhatsApp? Мен негізінде достар WhatsApp деп білмеймін, өзім қуып тұрып айтып кететін кезім бар, яғни достар, ол ондай емес, яғни ол шетелше, яғни WhatsApp деген сөзі шыққан, яғни WhatsApp деген, яғни телефондағы бәріміз білетін WhatsApp емес, ол яғни сөз, сәлем, қалайсың деген сияқты сөз, яғни осыны түсіндіңіздер деп ойлаймын. Екінші факт, үрейден, яғни бұл не мағына береді десеңдер, бұл в общем сондай. Үшінші факт достар, және мен өз каналымның атын көп өзгертіп тастағанмын. Яғни достар, мен өз каналым атын көп өзгерттім. Достар, бірінші нәрсе, мен ең алғашқы каналым Мистер Нурик болды. Нурик Плей болып ауысты, сосын Нурик болып ауысты. Достар, жай ғана Нурик болып ауысты, сосын Нэм болды, сосын Нэмзи болдым. Соңында бұл Нурикпен мен ең көп жүрдім. Сосын барып Нуридинге ауыстырдым. Енді осы атпен мен ұзақ жүремін деп ойлаймын, өйткені өз атымды қояйын дедім, және де З деп қоя салдым, өйткені көбісінің алдында З деген әріп бар ғой. Және достар, төртінші факт, бұл да көбісінің факты, яғни көбісінде осындай болады. Яғни достар, мен будильниктің дауысын естимін. Яғни мен ұйықтап жатсам, мен вообще ештеңе естімеймін. Және достар, мен түнде де тұрмаймын. Кейбір адамдар болса түнде өзінен өзі тұрып кетеді. Уже мысалы мен 8-ге қойсам, мен 9 оңайдан ұйықтай беремін, өйткені будильниктің дауысы маған вообще естілмейді. Бақыртып тұр, бір бақыратын музыканы қойып қойсаң да мүлде естілмейді. Бесінші факт, достар, мен блогер болғандықтан мен енді видео түсіремін. Ал видео түсіру үшін оны монтаждау керек. Вот, мен монтаждағанды мүлде ұнатпаймын, өйткені достар, ол өте қиын зат, яғни қалай айтсам болады. Мысалы бит кесіп, музыкалар қосып, оның бәрі өте қиын, уақыт көп өтеді, яғни достар. Мен негізі телефоннан да монтаждауға болады, бірақ компьютерде монтаждағанда болады, бірақ маған көптен монтаждаған ыңғайлы, өйткені көп эффекттер бар. Және де достар, мен монтаждайтын программам Sony Vegas-тің көп версиялары бар, яғни Sony Vegas деген программа, ал телефоннан жай ғана бүйтіп реактор түсірген кезде видео қоя салатын, ол бізде мен KineMaster деген программамен монтаждаймын. Достар, келесі факт, бізде достар, мен дейтін, мысалы мен бірдей екі зат істей алмаймын, өйткені мысалы мен телефонды шұқылап бірдеңке жазып отырсаң, үй тапсырмасын жазып отырсаң, ол өте миың екі жаққа айналып кетеді да, бәрін қате істеп, бәрін құртып, біреуге бірдеңке айтып тұрып, телефонмен біреуге жазып жатсаң, ол кезде де бір түрлі қалсын, онда мен екі затты бірдей істей алмаймын. Келесі факт, достар, және де мен негізінде өте, достар, менің мақсатым ол ютубтағы летсплейщик болу еді, бірақ та компьютерім слишком мықты болмаған соң, телефоным күшті болмаған соң ба, былай көп ойындарды түсіре алмаймын. Және де достар, мен өте қатты ойын ойнағанды жақсы көремін, сондықтан да мен сүйікті ойындарымды айтып кетейін. Бізде достар, әрине Майнкрафт достар көзі түсінбейді, өйткені ол болып үй соғасын емес, ол достар, оның өз достарымен серверге кіріп ойнасам, ол өзі өте қызық ойын. Ал достар, келесі ойын бізде ол Free Fire ойын. Бұның бәрін білесіңдер, бұл жайлы айтпай-ақ қояйын. Және достар, және 8-ші факт, достар, мен жануарларды өте қатты жақсы көремін. Ең қатты жануарлардың ұнайтын ол маған мысық ұнайды, достар, мысықтар. Және де комедия мысық бар, ол үшін ол қаяқта жүрген білмеймін, комедия жүрір, оны іздеу үшін көп уақыт кетеді, және де оны ұстау өте қиын. 9-ші факт, достар, мен өте қалай айтсам болады, өте еріншектеумін, өте кішкене еріншектеумін, және де былай көп ұйықтаймын. Достар, видеоны түсіруге де мен ерініп тұрмын, өйткені просмотр керек, каналға активін түсіп кетпеу үшін, және де подписчиктер үшін де дәл қазір мен видео түсіріп отырмын. Және де осыдан монтаждау керек. Және де келесі факт, 10-ші факт, достар, мен барлық адамдар сияқты үй тапсырмасын, мектепке барғанды, сабақ оқығанды жек көремін. Бұл факт деп айта алмаймын, яғни бұл барлық, яғни әлемдегі 95% оқушылардың жиза. Және де 11-ші факт, достар, мен өте қатты ұмытшақтауым, яғни достар, маған біреу бірдеңке айтып істеп келеді, мен сол кезде телефонға атып дейсің да, ол жайлы ұмытып кетесің. Сосын ол сұрайды, ана істедің ба? Сен өзі тұрып
Енді достар, мысалы біреу саған мысалы видео шыққан кезде есікті құлттадың ба құлттамадың ба, вот сол проблема. Видео шықтың, есікті құлттадың, уже басқа жаққа баратын жағын жартысына жеттің, и сол кезде ойлап тұрсың, есікті құлттадың ба құлттамадың ба. Вот сол барлығының жазасы. Мектепке барған рубашканы үтіктейсің, мектепке кетіп баратсың, и сенің жарты жолдағы ойың үтікті өшірдің бе. Сол жыл қайтадан үйіңе барасың. Сондықтан да достармен ұмытшақ болмаңдар, яғни үтікті, есікті жабуды, плитаны өшіруді, соның бәрін достар ұмытпайды. Ақшаны сразу жарататын бір әдетім бар, яғни достар маған 500 теңге берді дейді, қазір магазин алдында тұрамын, өйткені достар былай ақшаны экономдап, оны бір жерге құрту деген менде жоқ. Ақша болды ма, тиын болды ма, сразу жарату. Достар, жаңа қызық болды. Менің жаңағы видеомды аяқтап уже қоштасып, уже видео көрейін десем, ол видео жартысынан, яғни жартысы түсірілмей қалыпты. Мен қайтадан түсірейін деп шештім, короче. Ол видео жарты түсірмеген, яғни телефонның памяті толып қалды. Яғни менде 1,5 гигабайт свободно болатын. Сол 1,5 гигабайт толып қалды. Достар, осындай бір керемет видео болды. Қазір мен камерамды ұстап тұрып түсіріп жатырмын. Жаңағы мен шынданғанымды көрсеңдер ғой. Вообще шок болатын жаңа. Телефонымды лақтырып жібере жаздадым жаңа, прикиньте. Кішкене успокоиться еттім. Енді қазір қайтадан түсірем сол видеоны, яғни мүмкін түсірмейтін де шығамын, яғни сол жерінен бітіре салам, яғни осы қоштасуым осындай болды. Және де достар, 1000 подписчик жинаймыз. Сен болған менің Нуридин. Сау.